Сезім бар, бірақ сенім жоқ. Қаласыз ба? Жоқ, сезім болмаған жерде менің ойымша әсіресе ер адамзатқа, ер адамға қиын болады. Неге? Ер адамда сезім болмаса, әйел баласына, ол қатынас менің ойымша ұзаққа созылмайды. Сонда? Сол үшін ер адамзатта, ер адамда әйелге деген сезім болу керек. Сіз сезімге беріксіз бе? Берікпін. Қаншалықты? Қаншалықты болғанда берікпін деп ойлаймын, берікпін. Түсінікті. Сезім өтті, бірақ жақсы адам. Қаласыз ба? Жоқ, қылмен. Неге? Адамның бәрі жақсы. Бәрібір жақсы адам болмайды, әрбір адамның екі жағы болады. Жақсы жағы, жаман жағы, ангел, демон деген сияқты. Бәрібір шығып кетеді демон. Бірақ бірнеше жыл мысалы тұрдыңыздар, отбасы болдыңыздар, бірақ сезім өшті. Сонда привязанность деп жатады ғой, қалмайсыз ба? Жоқ, қалмаймын. Демек, екі бөлек. Әрине. Өмір жалғасып жатыр ғой, ары қарай да табылар. Бірақ енді ол адаммен бірнеше сәттерді бастан өткіздіңіздер, иә? Басқамен де өткізуге болады. Жаңадан бастауға болады. Сезім жоқ жерде ол біріншіден өз-өзіңді алдау деп ойлаймын. Өзіңді үйтіп жертву приносить не стоит. Рахмет. Сезім өтті, бірақ жақсы адам. Қаласың ба? Жақсы адам қаласың ба? Жоқ. Сезім өтті, бірақ жақсы адам. Қалмаймын. Неге? Ондай жағдай болған. Болды ма? Иә, сезім өшті, бірақ ол өте жақсы адам еді, бірақ мен қалған жоқпын. Мен бірінші орынға махаббатты қоямын. Мен жүрекпен көбінде шешім қабылдайтын адаммын, ақылмен емес. Махаббатқа келген кезде. Түсінікті. Сезім өтті, бірақ жақсы адам. Қаласыз ба? Сезім арада сезім бітті, бірақ жақсы адам. Ара қатынасты жалғастырасың ба деген сөз бе? Сезім жоқ болғанның өзінде жақсы адам болса да ара қатынас жалғастырмаймын. Себебі жақсы көргеннен бірінші адамға сезім керек. Сезімі бар адам ол жақсы көреді деген сияқты. Сезім өшті ма, себебі бір нәрсе болды сол сезімнің сөнуіне деген сияқты. Сол үшін мен сезім жоқ болса жақсы көріп тұрсам да ол адамнан бас тартамын.